айтшы, өзімнің құрбыларымдай араласым десем артық емес, кейбіреулер бізге. Адам өмір болғаннан кейін шыңдалады, иә? Менің тәжірибемде де бағана қыздар келіп сұрап жатыр, неше сынып шығардың деп. 5 сынып шығардым деп күліп жатырмыз әр кезден. Кей кезде де біреумен менен кейін сынып алған, сол сыныпта алған мұғалімдер болды. Ішінде жаңа айттым ғой, кейбіреулерін танымайтынмын. Сондай ата-аналардың бәрі сол кезде өтті. Бірақ енді дәл осы сіздер сияқты аналармен араласып, сіздер сияқты әр жиналысқа қалмайтын белсенді ата-аналар менде бұл бірінші жағдай. Бағана сол жиналыс туралы Әділжанның анасының сөзі бар, Ботаның анасының сөзі бар. Барлығы есіме түскенде менде де сондай сәт кетті. Адам өмірде шыңдалады. Менде де өзімнің тәжірибемде шыңдалып, ата-анамен мен де жас болдым. Мен де тез айта салатын адамның бірімін. Сондықтан дәл осы сыныптың аналарымен мен 100% қарым-қатынаста болған ең жақын аналар маған сіздер болып тұрсыздар. Енді одан кейінгі сыныптағы ата-аналарым қандай болатынын білмеймін, бірақ сіздер сияқты ұжым бірлігі жарасқан, бір-бірін қолдап тұратын аналар болса, ата-аналар кездессе, онда өзінен өзі жақсы. Ал бұдан кейін ондай ата-аналар кезікпей жатса, онда сіздердің есіме түсіріп, сол кезде мен тағы бір жылайтын шығармын. Эксклюзив деп. Эксклюзив сіздер боласыздар онда.